Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өзімнің ең сүйікті самсамның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл песочный тестоның основасында болады. Ол үшін бізге електен өткізілген ұнымыз, тұз және мұздатылған сары майымыз қажет. Қатты мұздатылмаған болса да бола береді. Ең бастысы жылы бөлме температурасындағы емес, салқын болуы керек. Осылай үккіштен майымызды өткізіп, кішкене ғана өткізгеннен кейін міндетті түрде осылай ұнмен обвалять етіп тұрамыз, себебі майымыз бір-біріне жабысып қалмауы керек. Барлығын істеп болғаннан кейін ұнымыз бен майымыз осылай крошкаға айналуы қажет. Енді алдын ала дайындап қойған жұмыртқамызды, қаймағымызды салып, қолымызбен әдемілеп қамырымызды илейміз. Басында осындай қатты сухой болады, бірақ ол нормальный процесс. Илей берсеңіздер, барлығы бірігіп, әдемі, жұмсақ, өте приятный, қолға онша жабыспайтын қамырымыз шығады. Міне осындай жұмсақ консистенция болуы қажет. Қамырымызды жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Нанымыз шамалы уақыттай тынығып тұру керек. Ол тыныққанша біз салмасын дайындаймыз. Мен тауық төс етінен жасаймын. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген фаршты қолдансаңыздар болады. Менде тауық төс еті, пияз, картошка, бұрыш, оливковый май және тұз. Міндетті түрде барлық ингредиенттерді салмаға өте майдалап турау керек. Сонда самсаның ішінде приятный болып жүреді. Енді дастарханымызға немесе тақтайымызға ұнды сеуіп аламыз. Қамырымызды осындай сопақ формаға келтіріп, ортасынан бөлеміз және екі қамырымызды да сопақтап, оларды да екіге бөліп, жалпы 4 осындай колбаска шығарамыз. 3 колбасканы бөлек қамырымызды илеген ыдысымызға салып қоямыз. Бетін жауып қоямыз, міндетті түрде кеуіп кетпеуі керек. Бірінші қамырымызды осылай колбаска сияқты домалатып аламыз. Мен осы бір колбаскадан 8 штук шығарамын. Ортасынан бөлгенде 2 штук қамырымыз шығады ғой. Ол 2 штук қамырымыздың әрқайсысын тағы 2-ге бөлгенде 4-еу шығады. Ол 4-еуімізді тағы да 2-ге бөлген кезде 8 штук самсаның қамыры шығады. Егер екі шетіндегілер өте кішкентай болып қалған болса, бір-біріне осылай қосып, шамамен барлығын бір көлемде домалатып, 7 штук шықса да, осылай шамамен барлығын бірдей қылып жасауға тырысамын. Осылай шарик қылып барлығын домалатып дайындап аламыз. Жалпы осы қамырдан шамамен 30-32 штук самса шығады. Самсамызды жасайтын жерімізді кішкене ұндап алып, қамырымызды сол ұнға аунатып, оқтаумен осылай қатты тонкий болмайтын, қатты қалың болмайтын қамырымызды жайып аламыз. Салмасын салып, осылай пельменді түйген сияқты ашық тұрған жерлерін осылай түйіп шығамыз. Міндетті түрде қаттырақ қысыңыздар, ашылып кетпес үшін. Одан кейін өру техникасымен самсамыздың шов жерін әдемілеп өріп аламыз. Самсаны бұндай түйу түрі барлығының қолынан бірден келе бермейді. Сондықтан уайымдамаңыз. Егер шықпай жатса, ештеңке етпейді. Жасай берсеңіз, қолыңыз үйреніп кетеді және де тез жасайтын боласыз. Менде де идеально шықпайды, бірақ мен осы тәсілді өз басым өте қатты жақсы көремін. Осылайынан мені әдемілетіп, формасын келтіріп, қағаз төселген пергаментімізге тізіп қоямыз. Алдын ала духовкаңызды да 180 градуста қыздырып, дайындап қойыңыз. Жаңа айта кеткенімдей, осы рецептен шамамен 30-32 дана самса шығады, бірақ мен оның қазір видеода тек 10 штугын ғана пісіремін. Қалғанын осылай түйіп, барлығын морозильникке қатырып қоямын. Кез келген уақытта қонақ кеп қалғанда, өзіңіз жегіңіз келіп кеткен кезде, тез тоңазытқыштан шығарып, бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп шығасыздар. Ешқандай да ерітпейсіздер, бірден қатқан күйінде пісіріп алсаңыздар болады. Өте ыңғайлы. Сол себепті мен видеода тек қана осы 9 штугын ғана пісіріппін, 10 емес. Себебі отбасымыз кішігірім болғандықтан бізге 32 штуктың бәрін пісірудің қажеті жоқ. Мінеке қараңыздар, қандай әдемі болып шығады, және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеом пайдалы болған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.